Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Біз сіздермен жаңа бөлімшеге қадам аттағалы отырмыз. Табиғатты қорғаймын. Сабағымыздың тақырыбы табыс септік 75-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтіндегі кейіпкердің әрекетіне өз пікіріңді білдіресіңдер, табыс септіктің жалғауларын білесіңдер. 51-ші жаттығу, мәтінді тыңда. Таңертең ерте оянып тысқа шықтым. Шығыс жақ қызыл шапақ шашып тұр. Сүрлеумен өзенге қарай жүгірдім. Кеше кешкісін қармақ құрып кеткенбіз. Келсем, жағада бір аққу қанатымен суды сабалап ұша алмай жүр. Қармақ аяғына ілініп қалыпты. Жалмажан жейдемді шешіп тастап, аққудың қасына малтып жеттім. Аққу суды сабалап сыңсыды. Аузын ашып айбат шекті. Аяғынан ұстамадым да қармақтан босаттым. Бір саң етті де арғы беттегі жасыл құрақтың ішінде қиқу салып, оны тосып жүрген серігіне барып қосылды. Өзен жағасын әнге бөлеп, аққулар аспанға көтерілді. Бекен Тұрлиев. Тыңдалған мәтін бойынша баланың іс-әрекетіне өз пікіріңді білдірейік, балалар. Әрине, баланың әрекеті дұрыс жасады, иә? Себебі құстар біздің досымыз. Құстардың пайдасы өте көп. Құстар табиғатымыздың сұлулығы. 52-ші жаттығу, балалар. Мақал мәтелдер 52-ші жаттығу, сөйлемдерді көшіріп жаз. Халық аққуды киелі құс деп есептейді. Аққуды қармақтан босаттым. Аққулар өзен жағасын әнге бөледі. Табыс септігіндегі сөздер табайықшы кәне. Аққуды сөзіне қандай сұрақ қойылады? Нені? Табыс септігіндегі зат есімдер кімді, нені, көпше түрде кімдерді, нелерді деген сұрақтарға жауап береді. Табыс септігі атау септігіндегі сөзге н-ні, д-ді, т-ді жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Ол жалғауларды табыс септік жалғаулары деп атайды. 53-ші жаттығу, сөздерді оқып, топта. Балалар, сөздерді қандай белгісіне қарай топтастырдың? Топтардың бір-бірінен айырмашылығын түсіндір. Мысалы, атау септік. Жанартау, эколог, от, су. Ілік септігі найзағайдың, күннің. Барыс септігі әжеге, атама. Табыс септігі ұшқышты, желді, бағбанды, даласын. 54-ші жаттығу, берілген сөздерге табыс септік жалғауларын қосып сөйлем құрап жаз. Табыс септігінде сөздердің қай сөздермен байланысып тұрғанын айт. Құс, су, күн, өсімдік. Балалар, енді біз сіздермен құс сөзіне сөйлем құрайық. Балапаны бар құсты атпайды. Суды ысырап қылма. Той жасайтын күнді белгілеу керек. Әлия орманнан ерекше өсіп тұрған өсімдікті көрді. Бұл жерде барыс септігі құсты, суды, күнді, өсімдікті. Нені атпайды? Құсты атпайды. Суды ысырап қылма. Той күнді белгілеу керек. Әлия өсімдікті көрді сөздермен байланысып тұр. Сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелде. Бұл табыс септігіндегі сөз, өйткені кімді, нені деген сұраққа жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр. 55-ші жаттығу, мақал мәтелдерді оқып, табыс септігіндегі сөздерді жаз. Айдындағы аққуды ақылды мерген атпайды. Шеге тағаны сақтайды, таға тұлпарды сақтайды. Табыс септігіндегі сөздер аққуды, тағаны, тұлпарды. Табыс септігінде сөз сөйлемнің толықтауыш мүшесі болып тұр. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.